Осыдан 5 жыл бұрын басталады. Джозион дәуірінде тарих пен корольдік мұраға толы ежелгі атмосфера орнады. Бірақ уақыт өте келе прогресс әлемді өзгертеді, және біз қазіргі заманға қадам басамыз. Мұнда біз таңғажайып әдемі мектепті, тек ауқатты адамдардың балалары оқитын элиталық оқу орнын кездестіреміз. Олардың ата-аналары ықпалды, жоғары лауазымды қызметтерді атқарады. Техникалық жағынан кедей оқушыларға мектепке баруға рұқсат етілгенімен, олар ешқашан құрметтелмейді немесе бағаланбайды. Бүгін 9 сынып оқушыларының қорытынды күні. Рейтингтер жарияланған кезде ауада шиеленіс пайда болады. Біз 2-ші орын алған Мин есімді ауқатты, асыл отбасынан шыққан баланы кездестіреміз. Бірақ бұл жолы 1-ші орынға біздің тарихымыздың кейіпкері Хью Джу есімді қыз үміткер. Хью Джу кедей отбасынан шыққан және Миннің ашуланғаны анық. Оның барлық байлығы мен артықшылықтарына қарамастан, ол оны дәрежесі бойынша айналып өтті. Оның мақтанышы жараланды. Ол оған қатты қарап: «Мен оны бұлай қалдырмаймын», дейді. Хаджу алаңсыз жауап береді: «Маған ұтылу қандай сезімде?» Мин мазақ етеді. Оның тәкаппарлығы көрініп тұр. «Мен ауқатты отбасынан шыққанмын. Не істесең де, сен мені ешқашан жеңе алмайсың». Хужу сәл жымиып: «Олай болса, келесі жолы көбірек тырыс», деп жауап береді. Қолыңнан келсе, алдымен аяқта. Бірақ Мин мұнымен тоқтап қалмайды. Ол Хужу әулетінің шығу тегін келемеждей бастайды. Мұндай қатыгездіктің себебі жақын арада белгілі болады. Бірақ Хужу үндемейтін адам емес. Ол оны мазақ етіп, оның киіміне нұсқап, мектепке барар алдында кем дегенде дұрыс киінуді үйрену керек екенін айтты. Нью Джу 1-ші орында тұрғандықтан, оны директордың кабинетіне шақырады. Бірақ мақтаудың орнына ол қатты сынға ұшырады. Директор кедей оқушы сыныпта қалай үздік бола алатынын сұрайды. Ал бай оқушылар бар. Ол бұл дұрыс емес, мүлдем қолайсыз деп санайды. Ол оған мектепті патша бай балалар үшін арнайы салғанын, және ол сияқты біреуге сол жерде оқуға рұқсат етілгенін, және бұл қазірдің өзінде артықшылық екенін еске салады. Содан кейін ол мазақ етіп, патшаның портретін көрсетіп: «Әкеңнің кім екенін кім біледі?» дейді. Бірақ патша ұлы адам болған. Сол кезде Хью Джу мұның қорлау екенін түсінеді. Директор оны әдейі қорлайды, себебі ол заңсыз бала, әкесі белгісіз қыз. Оның көзі ашудан жанып, басқа сөз айтпастан сыртқа жүгіріп шығады. Содан кейін оқиға қазіргі уақытқа ауысады. Біз қазір Хью Джуды компанияның ықпалды бас директоры ретінде көреміз. Ол өз қызметкерлеріне қатаң есеп береді. Сатылымдар төмендеп, жаңа тұтынушылар келмейді. Оның отты, жігерлі және кешірімсіз қатал мінезі бар. Осы кезде оның хатшысы бір оқиғаны еске түсіру үшін келеді. Хью Джу қатты ашуланып: «Иә, мен оның бүгін туған күні екенін білемін», дейді. «Мен баруым керек, мені мазаламауды доғар». Бірақ содан кейін ол күтпеген, есептелген күлімсіреп: «Енді мен олардың барлығын көрсетемін», деп қосты. Және осы сөздермен ол хатшысымен бірге кешке кетеді. Екінші жағынан, бізді ханзада Леонмен таныстырады. Оған үлкен жауапкершілік жүктеледі. Ол патшадан кейінгі 2-ші орында. Егер патша шешім қабылдай алмаса, оған Леон араласады. Дәл қазір Леон ваннаға түсіп жатыр. Оның бөлмесінің сыртында қызметшілер шыдамдылықпен күтіп тұр. Бірақ ішінен ешкім жауап бермейді. Көп ұзамай оның менеджері Чой пайда болып, оны тез арада кетуін өтінеді. Бөлмеге кіргеннен кейін Чой Леонның патшаға қандай сыйлық дайындағанын сұрайды. Жауап ретінде Леон кенеттен оған мылтық сілтеп: «Мен саған дәл қазір сыйлық беремін», деді. «Күте тұрыңыз». Бірақ мұның бәрі әзіл. Оның жүзі жайбарақат, көңілді дерлік болды. Содан кейін Чой Леонның киімін ауыстыруын талап етті. Өйткені оның қазір киіп жүргені туған күнін тойлау сияқты ресми шара үшін тым оғаш. Осы уақытта Хью Джу кеш өтетін жерге келеді. Ол сәнді көліктен түседі де, сол сәтте барлығының көзі оған қарайды. Ол қызыл көйлегімен таңғалдырады. Ол жарқыраған, өзіне сенімді және оны сағыну мүмкін емес. Кездейсоқталғанпаздықпен ол әр қадамын бақылап, ішке кіреді. Бірнеше минуттан кейін оның көйлегі желіде тарап кетті. Оның компаниясы көйлекті сатылымға шығару арқылы оны тез пайдаланады және небәрі 10 минуттың ішінде ол толығымен сатылып кетеді. Мұның бәрі оның стратегиясының бір бөлігі болды. Кештің тақырыбы ескі дәуірге негізделген және барлығы соған сәйкес киінген. Бірақ олардың арасында да Хью Джу ерекше көзге түседі. Оның қатысуы қараңғыда жалын сияқты назар аударады. Кеште 3 қыз ол туралы өсек айтып, қатыгез сөздерді сыбырлайды. Оның әкесі кім екенін кім біледі? Оны тастап кете жаздады. Оның өткені туралы ешкім ештеңе білмейді. Хужу олардың әңгімесін естіп қалады. Оның жүзі қатайып барады. Кенет ашуланған ол стақанды сындырып, сынықтарын ұстап, үнсіз қорқытады. Шошып кеткен қыздар қашып кетеді. Дәл осы сәтте оның үлкен ағасы Тай Чу пайда болады. Ол оны қолдаудың орнына, оны қорлай бастайды. «Сіздің компанияңыз құлдырап жатыр. Сен түкке тұрғысызсың. Маған қара. Мен табыстымын. Мен өмірде сенен әлде қайда озып кеттім». Худжу оның орнына суық тиеді. «Сен аузыңды жабуды үйренуің керек». Дау жанжалға ұласпай тұрып, барлығын кешкі асқа үйге шақырады. Әркім өз орнын алсын. Хью Джу аудиторияның артқы жағында отырады және негізгі көріністі анық көре алмайды. Басты үстелде біз темір патшайым анасының қасында отырған Юн есімді баланы көреміз. Шынымды айтсам, бұл бала патша. Бәрі біреуді күтіп тұрған сияқты. Олар Леонды күтіп отыр. Ақыры ішке кіргенде патшайым оны кешігіп келгені үшін дереу жазалап,
киімін сынайды. Леон жайбарақат жауап береді. Мұны маған патша берді, сондықтан мен оны кидім. Мен оған ұнады деп ойладым. Патша оның керемет көрінетінін айтып, қуана келіседі. Жақында мерекелік рәсімдер басталады. Олардың дәстүрі бойынша туған күнінде тілектер айтылады. Патша патшайымға, Леонға және бүкіл халқына бақыт тілейді. Барлығы өз тілектерін жазады. Оның ішінде Леон да бар. Осы кезде премьер-министр келеді. Біз оны Ли мырза деп атаймыз. Хью Джу оның қасына келіп, мен сені іздедім дейді. Сен қайда отырдың? Ли мырза абайсызда. Мен алда болдым, деп жауап береді. Бірақ айтыңызшы, ағаңнан асып түсу қандай сезімде болды? Неге қызыл көйлек киіп жүрсің? Хью Джу күлімсіреп, неге? деп сұрайды. Мен сексуалды болып көрінбеймін бе? Ли мырза сәл толқып, жоқ, бұл мәселе емес, деп жауап береді. Сіз әдемі көрінесіз, бірақ сарайда қызыл киім киюге тыйым салынады. Хеджу иығын көтереді. Мен мұны білмедім және өзім үшін кидім. Дәл осы сәтте Чойли мырзаға қоңырау шалуға келеді. Леон ол туралы сұрайды. Екеуі кездесіп жүр. Леон не болып жатқанын байқады ма? Бүгін барлық қыздар саған қарап тұрды. Ли мырза бұған күледі. Жоқ, олар саған қарап тұрды. Леон күрсініп, менің ойымша, мен жай ғана үйленуім керек, дейді. Осыдан кейін мен отставкаға кетемін, ал сен менің орныма отыра аласың. Сен бәрін өзің шешесің. Өйткені патша небәрі 8 жаста. Ли мырза бірден бас тартады. Леон жауап береді. Онда маған жақсылық жаса, маған үйленуге рұқсат етпе. Және осы сөздермен ол кетіп қалады. Шындығында Леонның мүлде үйленгісі келмейді. Осы кезде Хиджуджу телефон сигналын іздеп қаңғып жүр және білмей жабық жеке аймаққа кіріп кетеді. Леон оны байқап, кенет жақындап келеді. Сен кімсің? Атың кім екенін айтшы. Мұнда не істеп жүрсің? Хужу бәрін өзі түсіндіреді. Леонның жүзі қатайып барады. Сен мұнда не үшін келдің? Бұл қоғамдық орын емес, кіруге болмайды. Бұл жер тек корольдік отбасына арналған. Мен 3-ке дейін санаймын. Кет. Әйтпесе мен сені қамауға алуды бұйырамын. Мен саған мүмкіндік беремін, өйткені сен менен кішісің. Хужу оның сөзінен абдырап қалды. Кенет сарайда қатты жарылыс болды. Өрт шықты. Дүрбелең әп сәтте тарап кетеді. Патша іште қамалып қалды. Лиян жалынды көрген сәтте оның жүзі қатып қалды. Оның денесі шиеленісіп кетті. Оның көздері қорқынышқа толды. Ол 3 жыл бұрын әкесін дәл осылай тірідей өртеп жібергендіктен шошып кетті. Ол басқа біреу жасаған өртте қаза тапты. Бұл бейберекетсіздікте патшайым алға ұмтылып, Леонды шапалақпен ұрудан тартынбайды. Баламның да өлгенін қалайсың ба? деп айқайлағанда, оның дауысы ашу мен қорқыныштан дірілдейді. Әкең қалай өлсе, солай ма? Бірақ шындық мынада, патша олардың артында аман есен, мүлдем жарақатсыз және дәл осы жерде тұр. Міне, ол Худжу болып жатқанның бәріне куә. Осы кезде Ли мырза өз ойына батып, сыртқа шығады. Оның санасында бір ғана сұрақ бар. Өртті кім тудырды? Осыдан 3 жыл бұрын осындай оқиға болып, патша дәл осы өртте қаза тапты. Енді тарих қайталанып жатқан сияқты. Ол дереу тергеуге бұйрық береді. Көп ұзамай Худжу хатшысымен қайта кездесіп, өрт туралы хабарлайды. Бірақ хатшы қауіпке жауап берудің орнына алаңдаушылықпен, ал Леон ше? деп сұрайды. Онымен бәрі жақсы ма? Худжу ашуланып көзін жұмады. Мұны біле тұра не істейсің? Сен оның жанкүйерісің бе, әлде бірдеңе ме? Неге саған бәрібір? Үйге жайбарақат барайық. Олар кетіп бара жатқанда, біз Худжудың өткеніне үңілеміз. Ол өзінің естеліктері туралы айтады. Бір күні ол садақ ату жаттығуларымен айналысу үшін мектептің жабық алаңына кірді. Бұл тек таңдаулы оқушыларға арналған жеке меншік болды. Ол сонда болған кезде Леон пайда болды. Ол одан, сен кімсің? деп сұрады. Атың кім екенін айт. Сен мұнда не істеп жүрсің? Хью Джу шынымды айтсам, мен осында оқимын деп жауап берді. Мен 9-шы сыныпта оқимын, деп жауап берді Леон салқын түрде. Мұнда 10 жасқа толмаған оқушыларға рұқсат етілмейді. Олай болса, Хью Джу оған қарсы шықты. Сен мұнда не істеп жүрсің? Леон сабырлы түрде өзінің мақұлдауын білдірді. Менің рұқсатым бар. Қызық болған Худжу, сен мұны қалай алдың? деп сұрады. Содан кейін ол, ертең менде матч болады, деп қосты. Мен мұнда жаңа ғана жаттығуға келдім. Қараңызшы, менде тіпті кілт бар. Мен оны сыныптасым менен ұрлап алдым. Иә, мен. Бұл басында 2-ші орын алған бала, оның сыныптасы. Ол кілтті қайдан алғанын білмеді, бірақ оған бәрібір болды. Мен жай ғана жеңгім келеді, деді ол нық тұрып. Кетіп қалды. Қазіргі уақытқа оралғанда, патшайым Леонды ертерек ұрғаны үшін кешірім сұрайды. Леон бәрі жақсы деп сабырлы түрде жауап береді. Патша аман есен. Бұл маңызды нәрсе. Бірақ сенің мені ұрғаның маған ұнамады. Патшайым әлі есеңгіреп, сол жерде өрт болғанын айтады. Патша өліп қалуы мүмкін еді, бірақ саған ештеңе болған жоқ. Леонның жүзі сәл қатайып кетті. Менен не күтесің? Менің кінәм не? Патшайым терең дем алып, содан кейін оған бұйрық береді. Мұны кім жасағанын анықтаңыз. Ал егер сен патшаны шынымен құрметтесең, мен сен үшін таңдаған адамға тұрмысқа шығасың. Леон үнсіз қалады. Тағы да тарих өткенге оралады. Леон кішкентай кезінде оның әкесі патша болған. Жоғарыда айтылғандай, Леон әрқашан жақсы оқушы болған және өте жақсы баға алған. Бірақ оның әкесі король бұған ешқашан мән бермеген. Леонның не істегені немесе оның жетістіктері туралы ойламаңыз. Оның істегенінің бәрі ешқашан маңызды емес сияқты көрінді. Қазіргі уақытқа оралсақ, біз Худжудың өз компаниясының басқарма төрағасы әкесімен сөйлесіп жатқанын көреміз. Ол оған үйленуге қысым жасайды. Ол ұсынған ер адам одан аз табыс табады.
соғады. Хужу бірден ашуланады. Менен аз табыс табатын адамға тұрмысқа шық. Ешқашан. Кем дегенде, ол маған тең болуы керек. Дәл осы сәтте Тайджу әйелімен бірге пайда болады. Екеуі Хью-Джу үшін әлеуетті күйеу жігітті таңдап қойған. Бірақ Хью-Джу, әдеттегідей, тілін жақсы біледі. Менің ағама тұрмысқа шықпас бұрын, сіз бірдеңені тексердіңіз бе? Сонда да сен осы аянышты жеңіліске тап болдың ба? Тайджудың әйелі ренжіген анық. Тайджудың өзі ашуланады. Сен менің әпкемсің. Ал сен менің әйелімді қорлайсың. Бірақ Хью-Джу өз ұстанымын берік ұстанады. Не айтсаң да үйленбеймін. Осы кезде жағдай шиеленісе түседі. Осы уақытқа дейін Хью-Джуды заңсыз тастанды, әкесі жоқ адам деп атаған. Бірақ бұл жерде біз оның әкесі мен ағасын анық көреміз. Бұл қарама қайшылықтың астарындағы шындық әлі белгісіз және ол кейінірек ашылады. Екінші жағынан, Леон патшайымның қысымымен некеге тұруға келіседі. Бұл арада Хиджу тағы да жиналысқа қатысып, өз қызметкерлеріне көңілі қалғанын білдірді. Ол оларға өзінің барлық жеке ашуын төгіп, қатты жазалайды. Оның хатшысы оны тоқтатуға тырысады. Оның жеке мәселелерін қызметкерлерге көрсету дұрыс емес. Бірақ Хужу мақтаныш сезімін жояды. Оның эгосы көтеріледі. Ол табанды. Басқа жерде Леон кетіп бара жатып, шенеунікке тап болады. Ол менің үйге демалуға бара жатқанымды айтады. Шенеунік оған: егер сен кетсең, патшаны кім қорғайды, деп ескертеді. Кейінірек сол шенеунік патшайыммен кездесіп, оны мінез құлқы үшін жазалайды. Сен Леонға олай қарай алмайсың. Ол жұртшылықтың толық қолдауына ие. Кеңсесіне оралған соң, Хужу әкесі жіберген әлеуетті үміткерлердің тізімін қарап шығады. Олардың барлығы бизнесмендер, олардың ешқайсысы оған әсер еткен жоқ. Ренжіп, хатшысына телефон соғады. Олардың кем дегенде біреуі саясаткер болуы керек. Егер ол саясаткер болса, үйлену тойынан кейін оның пайдасы тиеді. Осы уақытта Леон үйіне қайтып, демалып, жалғыз уақытын өткізіп жатыр. Оның менеджері Чой оған: сіздің киіміңізге байланысты көрермендер арасында шу шықты, дейді. Бір жақсысы, сіздің көйлегіңіз танымал болды. Мұны бәрі қалайды, тіпті жаңалықтарда да көрсетіледі. Сонымен бірге Хужу компаниясында барлығы бірдей жаңалықтарды көреді. Бұл көйлек қазір сәнде. Хужу оны мұқият бақылап отырады. Содан кейін оның шын мәнінде өте жақсы екенін іштей дерлік айтады. Мен оған үйленуім керек. Оның хатшысы шошып кетті. Сен не туралы айтып тұрсың? Оның кім екенін түсінесің бе? Хужу өзіне сенімді түрде күледі. Маған бір рет қарашы, мен әдемімін. Ол Леонның оған бір көргеннен ғашық болатынына толық сенімді. Бірақ оның хатшысы оның сені тіпті танымайтынына қарсылық білдіреді. Ол саған неге үйленеді? Хужу тартынбайды. Оған кездесуге шақыру жібер. Міне, осылайша өтініш Чойға жетеді. Ол Леонға хабарлайды. Леон қабағын түйеді. Ол кім? Чой Касл тобының қызымын деп жауап береді. Некесіз, бірақ қабілетті. Ол жақсы ақша табады. Леон бұл ұсыныстан бірден бас тартады. Мен онымен кездеспеймін. Мен бас тарттым. Хеджу бас тартуды көргенде таңғалады. Ол менен бас тартты ма? Бұл мен бе? Ол тағы бір өтініш береді. Мен бас тарттым. Тағы да бас тартты. Бұл бірнеше күннен бері жалғасып келеді. Өтініш өтініштен кейін келеді. Бас тартудан кейін келеді. Ақырында ол өзінің мақтанышын жұтып, соңғы хабарламасын жібереді. Мен сенің кіші оқушысың. Менімен танысуыңызды өтінемін. Бұл жолы Леон кідіріп қалды. Сен бірінші курста оқисың ба? Бұл оның назарын аударады және ол келіседі. Патшайымға Леонның әйелмен кездесетіні туралы хабар тез жетеді. Бірдеңе дұрыс емес деп күдіктеніп, ол біреуге оны бақылап, жасырын бақылап отыруды бұйырады. Ақыры екеуі кездесіп қалады. Олар отырған сәтте Хужу оның алдына үйлену туралы ұсыныс жасаудан тартынбайды. Бірақ шиеленіс күшейген бойда оқиға қайтадан өткенге оралады. Хужудың мектепте садақ ату жарысына қатысқан кезі есімде. Оларға барлық оқушылар қатысты. Атмосфера толқу мен шиеленіске толы болды. Мектеп директоры, тіпті патшаның өзі де болып жатқан оқиғаларды тамашалауға қатысты. Патша не болып жатқанын бақылап отырып, барлық оқушыларға садақ атуды үйретуге кім рұқсат берді деп сұрайды. Мектеп директоры мұны Леон ұйымдастырды деп абайлап жауап береді. Осы кезде патша Леонға бұрылып, оған мұқият қарайды. Көп ұзамай оқушылар екі командаға бөлінеді. Леон мен Мин бір командаға бөлінеді. Ал Хужу мен Ли мырза қарама-қарсы жақта. Олар жақын достар. Дайындық басталып жатқанда, Леон бір түрлі нәрсені байқайды. Ол Миннің кілтіне қарап, Миннің жабық аймаққа кіру мүмкіндігі бар екенін түсінеді. Оның басына бір ой келеді. Міне, Хью-Джу маған көрсеткен кілт. Ол оны ұрлағанын айтты, бірақ ол оны қайдан алды? Бұл арада Мин Хужуға қатыгездікпен қарап, өзін балағаттап күбірледі. Оның досы не болғанын сұрайды. Сен оны неге сонша жек көресің? Мин суық жауап береді. Себебі ол заңсыз. Ол сөзін жалғастырмай тұрып, Леон кенет араша түсіп, аузыңды жап, әйтпесе оның соңы саған жаман болады, дейді. Мин бірден үнсіз қалады. Жарыс басталып жатыр. Хью-Джу өз соққысын шоғырланған, шешімді түрде жасайды. Оның артынан Леон келеді. Олардың әрқайсы 2 раундтан алады. Әрбір жебе атылған сайын шиеленіс күшейеді. Бірақ нәтижелер жарыққа шыққалы тұрған сәтте көрініс қазіргі уақытқа оралады. Біз Хью-Джу Леонға батыл түрде оған үйленуді ұсынған сәтке қайта ораламыз. Леон оған жайбарақат шай ұсынады. Мүлдем алаңсыз, сәл таңырқап,
не болды, деп сұрайды. Сен есеңгіреп қалған жоқсың ба? Леон абайсызда иығын қиқаң еткізеді. Бұл мен үшін қалыпты жағдай. Ол бір-бірінің қасында жатқан үйілген сыйлықтар мен хаттарды нұсқап тұр. Мен күн сайын дерлік үйлену туралы ұсыныстар аламын. Сондықтан бұл мен үшін жаңалық емес. Содан кейін ол сәл алға еңкейді. Айтшы, мен саған неге үйленуім керек? Сенің қандай ерекшелігің бар? Хожу еш ойланбастан, мен баймын, деп жауап береді. Мен өте әдемімін. Менің де бір жынды ағам бар. Оның бизнесі құлдырай жаздады. Мен оны жақын арада жеңемін. Енді үйленейік. Бұл келісілген неке болады. Содан кейін ажырасамыз. Леон басын сәл шайқайды. Жоқ, маған ерекше бір нәрсе айтыңыз. Ходжу өмірінде бірінші рет сөз тапшы. Өзіне деген сенімділігіне қарамастан, оның айтқандарының ешқайсы оған әсер етпейтін сияқты. Сыртта патшайымның тыңшысы Арам олардың әңгімесін тыңдауға тырысады. Бірақ кенеттен Чой пайда болады. Ей, сен мұнда не істеп жүрсің? Арам тез жауап береді. Мен тамаға келдім. Чой одан тамақ алып, ішке кіріп, оны үстелге қояды. Содан кейін қайтып келеді. Шын мәнінде одан қоршалған. Басқа жерде патшайым бай корольдік отбасынан бір қызды шақырды. Ол оны Хайдидегі қолдау арқылы Леонның некесін ұйымдастыру үшін оны пешка ретінде пайдалануды жоспарлап отырған сияқты. Хаджу үйде оның хатшысы шыдамсыздықпен сұрайды. Сонда ше, не болды? Сен оны кездестірдің ғой, солай емес пе? Хаджу алдымен жауап беруден жалтарады. Сосын ақыры ол менен бас тартқанын айтады. Ол мен орындай алмайтын талап қойды. Ол менен махаббат сұрады, бірақ мен оны ешқашан сүйе алмаймын. Хатшы армандап күрсінеді. Вау! Бұл шын мәнінде өте романтикалық. Бірақ Ходжу мазақ етеді. Ол мені жай ғана мазақ етті. Осы кезде Чой Леонға сұрақ қояды. Егер сіз одан бас тартқыңыз келсе, бұл туралы тікелей айта аласыз. Неге махаббат сұрау керек? Леон жауап бермейді. Ол жай ғана әлсіз жымиды. Хаюджге қайт. Хатшы, енді не болады? Деп сұрайды. Сен оны жақсы көруге тырысасың ба? Хаюджу қатты басын изеді. Иә, мен тырысамын. Мен оған жақындаймын. Хатшы басын шайқайды. Сен шыншыл болып, кейін ажырасасың деп айтуың керек еді. Мұндай некеге ешкім келіспейді. Бірақ Хаюджу қазірдің өзінде жаңа жоспар құрып, болашақты ойлап жатыр. Екінші жағынан, патшайым Леонға көптеген әлеуетті қалыңдықтарды қарастырды. Қызметші қыз сұрайды. Сен кездестірген қызда бірдеңе болды ма? Патшайым салқын түрде, мен оның үйлену тойын ұйымдастырғым келмейді, деп жауап береді. Мен делдал ретінде әрекет етпеймін. Ол өз бетінше үйленеді. Мен оны көргеніме қуаныштымын. Содан кейін оның көзі Хью-Джудың суретіне түседі. Оның жүзінде әлсіз күлкі пайда болады. Мен онымен танысқым келеді. Бұл арада Хью-Джу маған ерекше мейірімді. Ол өз қызметкерлерінің бірімен тәтті сөйлеседі. Бұл оның мінезіне мүлдем сәйкес келмейді. Абдырап қалған қызметкер бөлмеден тез шығып, басқаларға міндетті түрде үйленуді жоспарлап отырғанын сыбырлайды. Ол енді ешкімді аямайды. Ол оған тапсырма береді. Леонның күнделікті тәртібі, қайда баратыны, не істейтіні туралы барлық мүмкін мәліметтерді жинау. Барлығы туралы көп ұзамай барлық ақпарат флеш диске көшіріліп, оның хатшысына беріледі. Көп ұзамай Леон атпен серуендеуге шығады. Дәл осы жерде Хью-Джу пайда болады. Біз бір-бірімізді соңғы рет көргенімізге көп уақыт болды, дейді ол ойнақы. Леон оған таңдана қарайды. Біз кеше ғана кездестік. Ходжу қатты жымиды. О, бұл мәңгілік өткен сияқты. Мен сені сағындым. Ол оны баурап алуға тырысып, азғыра жаздады. Содан кейін абайсызда кетіп қалды. Кейінірек Леон қонақ үйге тамақ ішуге бара жатқанда Хью-Джу қайта пайда болады. Неге қонақ үйде түскі ас ішесің? Ол сұрайды. Үйде тамақтанғаныңыз жөн. Леон менің демалыста екенімді айтады. Сондықтан ол кетуге тұрғанда Ходжу кенеттен қазір қайда бара жатырсың? Деп сұрайды. Леон сәл тоңып қалды. Ол қайдан білсін? Ол оған бұрылады. Сен мені зерттедің бе? Ходжу батыл түрде иә деп жауап береді. Біз бір-бірімізге ғашық болып, үйленетін болғандықтан мен сені жақсы көруге тырысамын. Ол қазірден бастап оның соңынан ереді. Тіпті көшеде, кинотеатрда, ол қашып кетсе де, ол оның өмірінде сөзсіз қатысуға айналады. Леон барған сайын ренжіді. Ол мені қалай табады? Мен киімімді ауыстыруым керек. Осы уақытта Ходжудың ағасы мен жеңгесі оны соқыр кездесуге баруға мәжбүрлейді. Егер ол бас тартса, әкесі оны жауып тастаймын деп қорқытты. Оның компаниясы ол құлықсыз қабылдайды. Ол Джун есімді жігітпен танысады. Джун сыпайы жымиды. Әкең сені қатты мақтады. Ол сенің өте батыл екеніңді айтты. Ходжу абайсызда басын изеді. Иә, менің де еш нәрсеге жарамайтын ағам бар. Маған көмектесетін серіктес керек. Оның бизнесі құлдырап жатыр. Мен оны басып алып, одан асып түсуді жоспарлап отырмын. Сен маған көмектесесің бе? Сонда ғана мен үйленемін. Дәл осы кезде Чой кіреді. Соңында олар қонақ үйде кездеседі. Ходжу оған абайсызда сәлем береді. Сәлем. Сосын бірден қош бол деп жауап береді. Бұл одан да көп болып көрінеді. Джун жағдайды дұрыс түсінбейді. Ол Чойды оның жігіті деп ойлайды. Басқа сөз айтпастан, ол ұсыныстан бас тартып кетіп қалады. Содан кейін Чой Леонның бөлмесіне кіріп, оған хабарлайды. Ходжу көшеде бір адаммен бірге. Олардың кездесуі бар сияқты. Алғаш рет Леонның бет әлпеті мүлде бұлыңғыр болды. Содан кейін Чой Ходжуға Леон сұраған ақпаратты береді. Оның мінезі нашар, достары жоқ. Барлық уақытын хатшысымен өткізеді, жұмыс істейді, тамақтанады, қалыпты өмір сүреді. Басқа жерде патшайым естеліктерге батып,
жалғыз отырады. Біз ақыры өткеннің шындығын білетін боламыз. Оның күйеуі, патша, бір күні тақтан бас тартуға шешім қабылдады. Патшайым оны тоқтатуға тырысты, бірақ ол бәрібір құжатқа қол қойды. Ол шарасыздықтан қағаздарды өртеп жіберді. От жайылып, патша сол жерде өлді. Шындық анық болады. Патшаның өліміне патшайымның өзі кінәлі. Шын мәнінде, ол кезде патша Леонның үлкен ағасы болған, яғни патшайым Леонның анасы емес. Ол оның қайын сіңлісі, ал қазіргі жас патша, сәби, олардың ұлы. Леон, оның ағасы. Ол кезде бала небәрі 5 жаста еді, бірақ ол қазірдің өзінде патша болды. Қазірдің өзінде Леонды осы естеліктер мазалайды. Өртте тірідей өртеніп кеткен ағасының өлімі. Қазіргі уақытта жас патша марапаттар беруі керек, іс шараға дайындалуда. Дайындық басталған кезде Леон еш жерде көрінбеді, өйткені ол әлі демалыста және оған 4 күндік демалыс қалды. Патшайым өзінің кішкентай ұлы патшаға бұрылып, «Міне, балам, сен Леонсыз да бәрін жеңе аласың», дейді. Барлығына басқалардан жаман емес екеніңді көрсет. Осы уақытта Чой Леонға алдағы іс шара туралы хабарлайды. Сонымен бірге Худжу да қатысуға дайындалуда. Ол өзінің киімін таңдауға әдеттен тыс көп уақыт жұмсайды. Әртүрлі көріністерді киіп көреді, бірақ соңында ол қарапайым көйлек таңдап іс шараға келеді. Ол сондай ақ ел игілігі үшін қосқан үлесі мен жұмысы үшін номинацияға ие болды, танылды. Жақында Леон патшаның қасында тұрып, оны қорғау үшін келеді. Екеуі іс шаралар залына бірге кіргенде, олардың айналасында камералардың жарқылдары жыпылықтай бастайды. Жарық пен назардан аң-таң болған жас патша қатты қобалжиды. Бірінен соң бірі марапаттар таратылады. Хиджу өзнікін алу үшін алға шығады. Леонның алдында тұрып, сәл еңкейіп, ақырын ғана, «Сен де маған сыйлық беруің керек. Бұл сыйлықты емес», дейді. «Мен сыйлықтың басқа түрін алғым келеді. Мен сені сағындым». Мұнда да ол оны азғыруға тырысады. Талғампаз, табанды, қайсар. Оқиғадан кейін Худжу өзін толығымен өз қалауына береді. Ол сансыз фотосуреттер түсіреді, билейді, ойнақы бейнелерді, сол бейқам қыз сәттерін түсіреді және мұның бәрін Инстаграмда жариялайды. Ол тіпті өз жазбаларында Леонды белгілейді. Осы кезде патша кетіп бара жатыр да Леонға бұрылады. «Ағай, менімен бірге жүріңіз», бірақ Леон басын шайқайды. «Менің тағы 4 күндік демалысым қалды. Осыдан кейін мен сарайға қайтамын». Басқа жерде Ли мырза интернеттен Худжудың суретін тауып алды. Оның сұлулығына тәнті болған ол бірден онымен кездесуге мейрамханаға барды. Өйткені олар мектепте дос болған. Біз бұны бұрын да көргенбіз. Олар мектептегі жылдарын еске түсіре бастайды. Міне, өткеннің жаңа қабаты ашылды. Оларға сабақ берген Худжу болды. Ол оларға садақ атуды үйретті. Сол сәттен бастап Ли мырза оған ғашық болды. Екінші жағынан, Чой қазір дәріханада дәрі сатып алуда. Леонның жағдайы айтарлықтай нашарлады. Ол корольдік ауруханаға бара алмайды, өйткені патшайымның туыстары сонда жұмыс істейді және олар бұл туралы оған дереу хабарлайды. Леонның жағдайы нашарлап барады. Кездейсоқ Худжу Леонмен бір қонақ үйде тұрды. Ол өзінің Инстаграмдағы вирустық жазбасын қарап отырып, толқудан секіреді. Оның сәттілігінен ләззат алып, өз әлеміне толығымен еніп кетті. Чой келіп, оған Леонның жағдайы туралы хабарлайды. Жақында Леонды емдейтін дәрігер келеді. Ол төсекте ес-түссіз жатыр. Оның жағдайы нашар екені анық. Хужу Леонның ауырып жатқанын бейтаныс ешкім білмеу үшін дәрігерге оның атын науқас ретінде тіркеуді ұйымдастырады. Осы уақытта патшайым оқиғаның суреттерін қарап жатыр. Оның ашуы патшаға қарай ауысты. «Мен саған Леонды өзіңмен бірге алып кетпеуіңді айттым. Бірақ сен тыңдамадың». Шындық мынада, патша шошып кетті. Сондықтан ол Леонды шақырды. Ол әлі бала, бірақ патшайым, суық және мейірімсіз, менің күйеуім сияқты ашы күңкілдейді. Менің балам да әлсіз. Ол дереу өз адамдарына Леонды табуды бұйырады. Қонақ үйге қайтып келгенде, Леон демалып жатыр. Ал Хюджу мен Чой ештеңе болмағандай кездейсоқ көңіл көтеріп, ішіп, жеп жатыр. Хюджу Леонның неге сонша ауырып жатқанын сұрайды. Неге ол корольдік ауруханаға бармайды? Чой былай деп жауап береді. Егер ол сонда барса, ол тым көп назар аударады және ол мұны қаламайды. Кенеттен Чойға хабарлама келеді. Патшайым келді. Ол дұрыс мекенжайды тапты. Ол бірден дүрбелеңге түседі. Чой Хужуды бөлмеде тез жасырады. Дәл сол кезде патшайым өзінің құрбыларымен бірге келеді. Еш ойланбастан ол Леонның бөлмесіне баса көктеп кірді. Бірақ Леон төсекте жоқ. Ол жартылай киініп тұр. Бұл көрініс патшайымды таңқалдырады. Ол басқа жаққа қараған кезде оның беттері қызарып кетеді. Қуанып, «Леон жайбарақат, өтінемін, сыртта күтіңіз», дейді. Үйге бұлай кірмеу керек. Ол сыртқа шығады. Бірақ содан кейін бір нәрсені байқайды. Хюджудың сөмкесі. Оның күдігі әп сәтте тұтанып кетеді. Ол үйге қайта кіріп, Хюджуды Леонмен бірге көреді. Бұл кезде патшайым ең жаманын болжайды. «Бұл әсерлі, бұл шынымен де әсерлі», дейді ол салқынқандылықпен. «Екеуің де сол намыссыздықтарың үшін жазаланасыңдар. Ертең сарайға кел. Сол жерде бәрін реттейміз». Келесі күні таңертең Худжу өз бөлмесінде оянады. Ал оның хатшысы бөлмеге таң қалдыратын жаңалықпен кіріп келеді. Жанжал шықты. Ақпарат агенттіктері Леон мен Худжудың қонақ үй бөлмесінде интимдік жағдайда ұсталғанын хабарлады. Худжу мұны оқып,
үрейленудің орнына күліп жібереді. Бұл ақыры болып жатқанын білдіреді. Енді біздің некеге кепілдік беріледі. Бірақ бұл жаңалықтың соңы емес. Олар сондай-ақ Худжудың жүкті екенін айтады. Себебі олар бөлмеге дәрігердің кіргенін көрген. Ол одан да қатты күліп, көңілді қол шапалақтады. Дүниенің пікірі ол үшін ештеңені білдірмейді. Алайда оның хатшысы алаңдап отыр. Леонның мінсіз фигурасы бар және оның сансыз жанкүйерлері бар. Оны миллиондаған қыздар жақсы көреді. Юджу иығын көтереді. Сонда не болды? Менде жоқ. Ол жүктілік туралы қауесеттерге күле береді. Мүлдем жай. Ли мырза да бұл хабарды алып, бірден сарайға қарай бет алады. Бұл жанжал туралы бүгін шешім қабылдау керек. Барлығы олардың арасында шынымен бірдеңе болды деп сенеді. Леонды да сарайда күтіп тұр. Бірақ оның орнына ол Чойға «Мені үйге апар», дейді. Мен қайтып келемін. Чой екіленіп тұр. Бәрі сені сарайда күтіп отыр. Бірақ Леон резиденциясына оралып, Худжаны да сол жерге шақырады. Толқудан ызылдаған қызметшілер бұл іс туралы қауесеттер туралы бір-біріне сыбырлайды. Алайда Леон іштей күтпеген нәрсені жасайды. Ол Худжудан кешірім сұрайды. Сіздің беделіңізге нұқсан келді. Адамдар сені жүкті деп айтады. Содан кейін оның орнына мен сенің тілегіңді орындаймын. Не қаласаң да, деп қосты. Худжу оған сабырлы және бұлжымас көзқараспен қарайды. Сен менің жалғыз тілегімді білесің. Ол оның алдына гүл қояды. Бұл гүлдер өткеннен, садақ атудан оны жеңген күннен бастап. Тағы да оқиға сол сәтке оралады. Жарыста Худжу жеңіске жетіп, Леон жеңіліп қалды. Енді, қазіргі уақытта ол одан: «Сіз әдейі ұтылдыңыз, солай емес пе?» деп сұрайды. «Маған шындықты айт». Сол кезде оның ағасы мектептен шығарылды. Ол жерде оған орын жоқ еді. Барлығы Худжудың қателесуін күтті. Содан кейін олар оны шығарып, ағасына орын бере алады. Өйткені ол заңды бала еді. Бірақ ол олай етпеді. Леон оған жайбарақат қарап тұр. Сосын ақыры: «Жарайды, мен саған үйленемін», дейді. Бірақ оның дауысы байсалды болды. Олар түнде патша сарайына барды. Ол кезде патша сарайы энергияға толы еді. Журналистер әр бұрышты толтырып, ханзада мен Хиджудың қарым-қатынасы туралы сұрақтарды тынымсыз жаудырды. Бұл қауесеттер рас па, жоқ па? Леон мұның бәрін бір батыл қадаммен аяқтауға шешім қабылдады. Ол көліктен түсіп, есікті ашып, Хью-Джу трендтің бірінші тақырыбына айналғанға дейін Хью-Джуға камералардың алдына шығуға көмектесті. Ханзаданың жүрегін жаулаған қарапайым қыз. Сарайдың ішіндегі ауа тұншығып қалды. Патшайым Янға барлық ережелерді бұзғаны үшін ашуланып, қызметшісіне оны тез арада шақыруды бұйырды. Янның Худжуды патша бөлмесінде жалғыз қалдырып, оған барудан басқа амалы қалмады. Патшайым жарылып, жанжал үшін кешірім сұрап, Худжуды сарайға не үшін әкелгенін сұрады. Ян сенімді түрде жауап берді. Ол оны байсалды екенін дәлелдеу үшін әкелді. Содан кейін ол: «Мен оған үйленуді шештім», деді. Және оны арандату үшін ол баланы өз атымен тану туралы әзілдеп, кетер алдында оны таңқалдырды. Йен корольдік пәтерге қайтып келгенде, Худжудың мұрагер ханзада Юнның қасында отырғанын және оны тамақтандырып жатқанын көрді. Қызғаныш әп сәтте өз орнын алды. Оның ашуы одан сайын күшейе түсті. Юн ұйықтай алмайтынын айтып, Худжу одан тамақ ішуді талап еткенде, Йен дереу қызметшісіне Юнды бөлмесіне алып кетуді бұйырды. Егер мұрагер ханзадаға бірдеңе болса, бұл апат болады, және патшайым оны ешқашан бұлай қалдырмайды. Худжу оның реакциясына таң қалды. Ол жайбарақат: «Егер шынымен бірдеңе болса, сен менің қасымда немесе патшайымның қасында тұрар ма едің?» деп сұрады. Ян кідіріп, содан кейін оны таңдады. Ол оған адамдарды бір-біріне қатты ғашық және ессіз берілгендіктеріне сендіру үшін мінсіз әрекет ету керек екенін айтты. Кейінірек Леон қызметшіге Хью-Джуға киім әкелуді бұйырды. Өйткені ол оның бөлмесінде ұйықтайды. Хью-Джу кездейсоқ мақта сұрады, себебі оның терісі сезімтал. Бұл оны басқа жерде ұйықтауға шақырған қызметшіні таңқалдырды. Бірақ Леон шоуды аяқтау үшін олардың бір бөлмеде ұйықтауын талап етті. Есік жабыла салысымен олар көрпеге таласып қалды. Олардың дауыстары қызметшілер жағдайды мүлде дұрыс түсінбейтіндей қатты болды. Келесі күні таңертең Жүніс бірінші рет кеш оянды. Худжу сенімді түрде қозғалып, жұмысқа кетіп қалды. Өзіне сенімді. Ол әлі күнге дейін кешегі киімін киіп, сарайда түнегенін әдейі көрсетті. Сарайда асыл ран мұрагер ханзада Юнмен бірге отырды. Ол марқұм патша туралы армандағаннан кейін оның алаңдаушылығын байқады. Ранг патшаны әлсіз және қорқынышты адам ретінде еске алды. Ол патшайымға әкесіне ұнау үшін ғана үйленді. Ол Юнды тыныштандырды. Ол әрқашан оның жанында болады. Кабинетіне оралғанда Худжу пікірлерді сабырлы түрде оқып, мақтауға да, сынға да оңай жауап берді. Ли мырза оның шынымен Йенге тұрмысқа шығатынын, немесе бұл жай ғана драма екенін сұрағанда, ол мұны растады. Ол оған таңданатынын және оның жанында болғысы келетінін айтты. Әсіресе олардың не жоспарлап жатқанын ескере отырып, оны басқа біреуге үйлендіріңіз. Содан кейін ол одан осы некеге батасын беруін және процесті тездетуін сұрады. Осы уақытта Йен патшайымның оның шешімін естігенде есінен танып қалғанын білді және кез келген ресми хабарландыруға кедергі жасау үшін өзін ауру етіп көрсеткені анық. Өйткені сарай хаттамасында отбасының үлкен мүшесі ауырып жатқанда тойлауға тыйым салынған. Сол түні Худжу үйге келіп, Юнға дереу жойылған хабарлама туралы қоңырау шалды. Ол аяқтай алмай жатып,
4 оқушы қыз пайда болып, Ханзаданы ұнатқаны үшін оған жұмыртқа лақтырды. Сол кезде Чой Ионның кеңсесіне бәрі біткенше кете алмайтынын айтып, үйілген қағаздарды алып келді. Хью Джу қыздардан неге сонша ашуланғанын сұрап, сабыр сақтады. Олар корольдік стипендияның студенттері екенін айтты. Ол оларға мектепке қайта оралып, осы бос сөзге емес, оқуға көңіл бөлуге кеңес беріп, оны қайталамауды ескертті. Шіркеуде Ли мырза пайда болды. Оның неліктен жоқ екенін сұрағанда, ол досының үйленетінін мойындады және ол мұндай жағдайдың болғанын қаламады. Оның Хью Джуды мектеп кезінен жақсы көретіні белгілі болды. Бірақ ол әрқашан Ханзадаға көңіл бөлді. Хью Джу пәтеріне қайтып келгенде, әкесі оны күтіп тұрғанын көрді. Ол оны жанжал шығарғаны үшін қатты сөгіп, оны назар аударғысы келді деп айыптады. Ол оған Тайчудың анасының қайтыс болғанының 1 жылдығын еске түсірді. Есіңде болсын, жас Хью Джу әйелінің көзінше өзінің қызы екенін мойындады. Ол бірден шоктан қайтыс болды. Содан бері әкесі оны қарғыс деп ойлады. Енді ол одан өз компаниясынан бас тартуын талап етті, әйтпесе ол одан бас тартады. Хью Джу өз орнында нық тұрды. Ол оған оны ешқашан сүймейтінін айтты. Тек Тайчу, өйткені ол үй иесінің қызы болған. Ол өз құқығынан немесе серіктестігінен бас тартып кетіп қалды. Көп ұзамай Ян телефон соғып, жақсысың ба деп сұрады. Бұл қарапайым сұрақ оны бұзды. Бұл сұрақты бұрын ешкім қойған емес. Ол жалғыз қалу керектігін, ертең сөйлесетінін айтты. Сосын трубканы қойды. Ол өзінің ашкөз емес, әкесінің махаббатын іздеп жүрген бала екенін түсінді. Оның сөзін есік қағылды. Ол біреу шабуылдауы мүмкін деп ойлап, бейсбол таяғын алды. Бірақ ол есікті ашқанда, есік алдында Ян тұрды. Ол ақырын ғана ішке кіріп, оның даусын бұрын естігеннен кейін бутербродтар әкеліп, қасына отырды. Сарайда Чой шошып кетті, өйткені Ян жұмыстан шығып кетті. Патшайым бұл туралы білмеу керек. Хужу Енге барлығын айтып берді. Желідегі шабуылдар, әкесінің қоқан лоққылары және оған жұмыртқа лақтырған қыздар. Осыған байланысты Ен оны сөмкесімен сарайға қайтаруға шешім қабылдады. Қызметшілер оның корольдік пәтерлерінде тұратынын білгенде шошып кетті. Үлкен қызметші оған жайбарақат жақындап, демалуын өтінді де, келесі күні оған барлық пәтерлерді көрсетуге уәде берді. Ұйықтар алдында Хужу Уонға телефон соқты. Оның әлі ұйықтамағанына таң қалып, оған жұмысты аяқтау керектігін айтты. Ол бірден оған қосылды. Оның кабинетінде Худжу Ханзада Занның қасына отырып, пәтерінде жайлы екенін мойындады. Сарай алыста, күнделікті жол жүру шаршатады. Содан кейін ол неге оған үйленуге келіскенін сұрады. Жүніс күлді. Өйткені сен байдың, елдегі ең бай әйелсің. Бұл қазір маңызды. Сен корольдік отбасының жұртшылық алдындағы қалқаны боласың. Адамдар корольдік отбасына салық шығындары үшін шабуыл жасап жатыр. Ал сенің байлығың олардың үнін өшіреді, деп жалғастырды ол. Екіншіден, сен әдемісің. Бәрі бізді мінсіз сәйкестік ретінде көреді. Содан кейін оның үні өзгерді. Үшіншіден, егер мен таққа отырғым келеді десем, адамдар мені соттайтын еді. Бірақ сен мені түсінер едің. Біздің серіктестігіміз олардың айтқандарынан да маңыздырақ. Келесі күні таңертең күзетшілер корольдік пәтерге баса көктеп кіріп, Хужуды сарайдағы өртке қатысы бар деп ресми түрде айыптады. Тіпті ол бір кездері корольдік отбасына дұшпандық танытты деп мәлімдеді. Хужу сабыр сақтап, Юонға жетуге тырысты, бірақ ол жауап бермеді. Ол салтанатта телефонсыз болды. Ол тез арада хатшыға хабарласып, онымен байланысуын өтінді. Кіруге тыйым салынған кезде менің ойыма батыл ой келді. Юонның атынан корольдік төсбелгіні пайдаланып, олар қасиетті орынға кіріп, оны тауып алды. Олар кездейсоқ оларға көмектескен Чойды кездестірді. Осы уақытта Хью Джуды тергеуге алып кетті. Жағдай ушығып кетпес бұрын Ян келіп, барлығының алдында тұрып, оны патшайымның алдында қорғады. Ешқандай дәлел болған жоқ. Сол кезде Хью Джу жағдай ушығып кетпес бұрын есінен танып қалғандай кейіп танытты. Ян оны барлығының көзінше корольдік пәтерге алып кетті. Ішке кіргеннен кейін ол өз әрекетіне риза болып орнынан тұрды. Ол оған түрмеден қорықпайтынын айтты. Ол жыл сайын сот процестеріне тап болды. Ол қайтадан қашып кететініне сенімді болып, қандай адвокат жалдау керектігін ойластырып қойған. Әсіресе қызметшілер патшайымның қоқан лоққыларын естігеннен кейін. Біраз уақыттан кейін бұл қауесет сарайдың түкпір-түкпіріне тарап кетті. Олардың махаббат хикаясы көпшіліктің назарында болды. Сол түні Худжу Янды жасырынып кеткеннен кейін сарайдың сыртында кездестірді. Ол оған жақсы ұйықтау үшін шай мен дәрумендер берді. Еңкейіп, біреу оларды бақылап, суретке түсіп жатыр деп сыбырлады. Келесі күні бәрі жарылып кетті. Сарай олардың қарым-қатынасы туралы әңгімеге толы болды. Бұл жай ғана қауесет екеніне енді ешкім сенбеді. Кездесу болды. Ранг Ханзадаға Хоучумен бірге бола алмайтынын айтты. Ол қарапайым адам. Одан да сорақысы некесіз қызы еді. Сарай хаттамасы бұған ешқашан жол бермес еді. Бірақ премьер-министр Ли мырза бұған саяси тұрғыдан қарады. Ол Юонға қарым-қатынасын көпшілік алдында растауға кеңес берді. Егер ол қазір оны тастап кетсе, бұл үлкен корольдік жанжалға әкеп соқтырар еді. Оның орнына ол олардың қарым-қатынасы енді ғана басталып жатқанын, бір-бірін енді ғана тани бастағанын жариялауды, жұртшылықтың наразылығын басу үшін үйлену тойын кейінге қалдыруды ұсынды. Ранг келісті, бірақ Худжудың корольдік
пәтерлерден шығып, үйіне оралуын талап етті. Бұл жолы Ян бас тартты. Егер ол қайтып оралса, оның өміріне қауіп төнеді. Егер бірдеңе болса, мен жауап бермеймін. Ол оның корольдік пәтерлерде қалуын талап етті. Ол жерде қауіпсіз болды, өйткені барлық жерде күзетшілер мен қызметшілер болды. Ли мырза осы сәтті пайдаланып, егер Худжу корольдік пәтерлерде қалса, онда Ионда сарайда қалуы керек, әрі қарайғы қауесеттерді болдыртпау үшін оларды ажыратуға тырысқаны анық. Патшайым не болғанын білгенде, ол өзін өзі басқара алмай қалды. Ол Ронгтың рұқсат бергеніне ашуланып, оған секірді. Бұл оның шешімі Хью-Джуға заңдылық бергенін көрсетеді. Оның патша палаталарында болуының өзі оның мәртебесін көтерді, деп жауап берді Ринг. Егер сен бұл туралы білсең, оны өрт үшін кінәламай, өзіңді қолыңда ұстауың керек еді. Сен оны құрбанға айналдырып, оған ханзаданы одан сайын байладың, деп жалғастырды ол. Сенің кесіріңнен қоғамдық пікір өзгерді. Барлық сын қазір саған бағытталған. Онымен келісуден басқа амалың жоқ. Бұл хабар жан-жаққа тарап кетті. Газет тақырыптары Хиджаны 21 ғасырдағы Золушка, ханзаданың жүрегін жаулаған қарапайым қыз деп атайды. Сарапшылардың пікірінше, некеге тұру мүмкін болмады. Сарай стандарттары тым қатал болды, және корольдік отбасы күреседі. Ол кеткенше онымен күрес. Хью-Джуға жасалған қысымды көрген Ион оның көңіл күйін көтеру үшін корольдік пәтерлеріне барды. Бірақ қауесет оны мазаламады. Оның орнына ол батыл нәрсе ұсынып, үйлену тойын тездетіп, барлығын оны қабылдауға мәжбүр етті. Содан кейін ол бірге шығуды ұсынды. Біз Комның Хью-Джуды мұқият дайындап жатқанын көреміз. Шашын жөндеп, әр бөлшегін ойластырады. Ол ханзаданың қасында мінсіз көрінуі керек еді. Ол өзіне сенімді және жарқыраған талғампаз көйлекпен шықты. Бірақ Ян күлді. Ол оны мұндай ресми түрде көруге дағдыланбаған. Ренжіген Худжу сөмкесін жерге лақтырып кетіп қалды. Бірнеше минуттан кейін ол мүлдем басқа кейіпте оралды. Ол клубқа бара жатқандай киімі мен қалпағын киіп алған. Бұл жолы Йен таңғалды. Оған бұл өте ұнады. Ол онымен кездесуге дәл осылай баруға келісті. Клубта Хью-Джу қатты қуанып, оларға командаға дұрыс киім сатып алуға асықты. Бірақ Чо ханзада форма кие алмайтынын, немесе саяси көзқарасын білдіре алмайтынын, және корольдік отбасының жеке өміріне құқығы жоқ екенін айтып, оны тоқтатты. Оған мән бермей, ол энергияға толы трибуналарға қарай жүгірді. Сол жерде Худжу ағасы Тайжу мен оның әйелімен бетпе-бет келді. Олар ханзаданы қарсы алды, бірақ Худжудың ыңғайсыздығы анық болды. Ол оларға әрең қарады. Кенет оның жүзі нұрланып кетті. Ли мырзаның алаңға бірінші соққыны беру үшін шығып бара жатқанын көргенде, оның күлкісі одан сайын кеңейе түсті. Барлығы оның бейсболға деген сүйіспеншілігі, бір кездері ойыншы болуды қалай армандағаны туралы айтты. Ли мырза оларға трибунада қосылды. Камера оларға назар аударған кезде, жиналғандар жарылып, атмосфера одан сайын шиеленісе түсті. Ойыннан кейін Ли мырза өз қадамын жасады. Ол Хужуды Ионнан алшақтату үшін кешкі асқа шақырды. Хужу Ли мырзамен кездесуге барғысы келді, бірақ ханзада бас тартты. Ол оған бірге келіп, бөлек кетудің мағынасы жоқ екенін айтты. Содан кейін, батыл қадам жасағаннан кейін, ол журналистердің көзінше оның алдында көліктің есігін ашып, барлығының осы сәтті түсіріп алғанына көз жеткізді. Мейрамханада Худжу сушиге тапсырыс берді, бірақ ханзаданың ештеңе жемейтінін байқады. Ли мырза корольдік отбасы мүшелеріне шикі тағамдарды жеуге болмайтынын түсіндірді. Бұл ережелерге қайшы болды. Худжу ренжіді. Ол көше тағамдарын жей алмады. Мейрамханаларда еркін тамақтана алмады. Оның өмірі шектеулерге толы болды. Ли мырза осы сәтті пайдаланды. Ол оған үйленбеу керектігін айтты. Оның өмірінде ережелерден басқа ештеңе болған жоқ, және ол онымен ешқашан өзін еркін сезінбейтін еді. Бірақ Хью-Джу мұны елемей, оған тағы не істеуге тыйым салынғанын сұрады. Ли мырза кідіріп, содан кейін естеліктерге бой алдырды. Біз ханзаданың балалық шағы ауыр және тұншығып жатқанын көреміз. Оның патша оны ең кішкентай жағдайларда жиі ұрды. Ол қарапайым қуаныштан айырылды. Тіпті патшаға тиесілі болғандықтан қызыл түсті киюге немесе оған қол тигізуге тыйым салынды. Ол әкесінің алдынан өте алмады. Оны үнемі сөзсіз мойынсұнып, соңынан еруге мәжбүр етті. Ли мырза ашуланды. Ханзада өзінің әлсіздігін көрсетудің орнына Хужуға сабырлы түрде еркін тамақтануын айтты. Өйткені ол оған үйленгеннен кейін ол мұны істей алмайды. Кейінірек ханзада сарайға оралды. Онда қызметші оған сұрақтар қойып, оның Хужумен кездесуге бару арқылы ережелерді бұзғанына ренжігені анық. Ол сарайдың имиджін қорғау үшін Хужуды басынан аяғына дейін корольдік этикетке үйретуді ұйғарды. Келесі күні Хужу жұмысқа кетті. Ал киім мен оның қызметшілері оған патшайым сияқты қарады, тіпті оны өздері тамақтандырғанға дейін. Бірақ ол сыртқа шыққанда қызметші оны күтіп тұрған. Ол жауап бермей тұрып, ханзада оны шақырды. Хужу тез көлігіне отырып кетіп қалды. Ол оған осы уақытқа дейін қызметшісінен қашып құтыла алатынын, бірақ ақырында оған лайықты корольдік мінез құлықты үйрену үшін онымен кездесуге тура келетінін айтты. Осы уақытта Тайцзю әйеліне жаңа аяқ киім сатып алды. Ол оған әзірге олар Худжуға мейірімділікпен қарау керек деп сыбырлады. Худжу ханзадаға тұрмысқа шыққаннан кейін оған компанияны басқаруға рұқсат етілмейді. Сондықтан оны қолдау, қымбат сыйлықтар беру және бұл некені мақұлдау олардың мүддесі үшін. Сонымен бірге Худжу ханзадаға әсер ету үшін жаңа киім сатып алды. Бірақ ол сарайға қайтып келгенде, қызметші оны тағы да күтіп, әдептілікке, тұруға, жүруге және патша тілінде сөйлеуге үйренудің уақыты келді деп талап етті. Хужу тырысты, бірақ оның жүрісі патшайымға қарағанда сарбаздың жүрісіне көбірек ұқсап, оны күлкілі етіп көрсетті. Соған қарамастан, бірнеше минуттан кейін ол қызметші қызды жеңе алды.
тіпті оқиғаның бағытын өзгертті. Ханзаданы көрген сәтте ол оған жүгіріп келіп, қызметші қызды алып кетуін өтінді. Өйткені ол енді жаттығуға шыдай алмады. Келесі күні Лиан Ли мырзамен бірге шахмат ойнап отырды. Ли мырза оған рәсімдердің аяқталғанын және келесі кезеңге өту уақыты келгенін айтты. Лион оның некесін қолдамағанына ренжіп, оны жұмыстан шығарды және жиналыста бұл мәселені қайта көтеруден бас тартты. Ли мырзаның өз мүддесі үшін әрекет еткені белгілі болды. Бірақ егер Лион да солай істесе, ел бейберекетсіздікке ұшырар еді. Осы уақытта қызметші қыз Хиджаға корольдік жерлеу рәсімінің не екенін түсіндірді. Соңғы жерлеу рәсімі 2005 жылы өтті. Патшайым Хион 20 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болды. Патша 7 жылдан кейін жүрек талмасынан қайтыс болды. Ал 3 жыл бұрын Ханзаданың ағасы, мұрагер Ханзада Юнның әкесі өртте қаза тапты. Содан бері корольдік жерлеу рәсімі құпия сақталды. Мұны естіген Хью Джу көзіне жас алып, бөлмесіне қашып кетті. Ол жазатайым оқиға, инфаркт, өрт туралы интернеттегі оқиғалар туралы ақпаратты қарап шығып, Ханзаданың алдында өзін кінәлі сезінді. Ол оған жетуге тырысты, бірақ ол жауап бермеді. Сол кезде Леон патшайыммен бірге болды. Ол Чжанды таныстырып, келесі күні хат алмасумен корольдік кешкі ас болатынын айтты. Денсаулығы нашар болғандықтан, оның орнына Чжанды шақыруды ұсынды. Леон бұған салқын жауап берді. Ол соңғы кездері тым ауырып қалғанын, тіпті жұқпалы ауруға шалдыққанын айтты. Ол қызметшіге күніне 3 рет дәрігерге қаралуды бұйырды. Кешкі асқа келсек, ол жалғыз өзі барады. Ол жауап күтпестен кетіп қалды. Кабинетіне оралғанда, ол Чойға Чжанның өткенін түсінуді бұйырды. Содан кейін ол Худжуға телефон соғып, оның қолы бос емес болғандықтан, оған бірдеңе керек пе деп ашуланып сұрады. Худжу сабыр сақтап қалды. Ол оған қасында болатынын, онсыз ешқашан бір қадам алға баспайтынын айтты. Өйткені олар бір болды. Оның сөздері оған қатты әсер етті. Ол әңгімені аяқтап, Чойға дайындалуды бұйырды. Ол сол күні кешке корольдік пәтерлерге бара жатқан. Кейінірек Хужу этикет бойынша жаттығуларын жалғастырып, дұрыс жүруге тырысып, үнемі заттарды тастап отырды. Содан кейін мұрагер Ханзада Юн Ли мырзамен бірге ренжігендей болып кірді. Ол өзін оқшауланған, басқа балалар сияқты өмір сүре алмайтындай сезінді. Худжу мұны елеусіз қалдыра алмады. Ол онымен ойнап, мейлімен қызметшілерді оған қосылуға шақырып, сирек кездесетін қуанышты сәтті тудырды. Бірақ Юн жаңа көлігімен жүруді талап етті. Қарсылығына қарамастан, ол одан бас тарта алмады. Ол Ли мырза мен аға қызметшіден олардың соңынан еруін өтінді. Жолда олар күліп, осы сәттен ләззат алған кезде бәрі өзгерді. Олардың тежегіштері істен шықты. Көлік бақылаудан шығып кетті. Юн үрейленіп, шошып кетті. Худжу сабырлы болуға тырысты, тек өзін қауіпсіз ұстауға назар аударды. Ал көлік тоқтаусыз жылдамдықпен келе жатты. Ханзада бұл хабарды естіп, бәрін қатерге тігіп, сыртқа жүгірді. Ол оларды бар жылдамдықпен қуды. Соңғы сәтте ол апат болғанға дейін көлікті тоқтата алды. Бірақ бұл процесте жарақат алды. Ауырғанына қарамастан, оның ойында бір ғана нәрсе болды. Ол оларды құтқарды. Ал 1-4 эпизодтар осымен аяқталады. Алдағы бөлімдерде экранға шыққан бойда көре аласыздар деп уәде береміз. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Сау бол.